Сәлем достар, бүгін біз панкейк пісіретін боламыз. Бізге керегі 1 стақан айран, оның үстінен жарты шай қасық сода саламыз. Кішкене көтеріледі. Одан соң жеке ыдысқа 1 жұмыртқамызды жарып, оның үстінен 2 үлкен ас қасықпен қантымызды саламыз. Жақсылап көпіртіп араластырамыз. Міне көпіртіп араластырып алдық. Енді жаңағы айранымызға осыны құйып аламыз. Ұнымызды салып араластырамыз. Одан соң 2 үлкен ас қасықпен сұйық май құямыз. Жақсылап араластырамыз, одан соң дайын болды. Енді осыны қызып тұрған табада май ештеңе құймай пісіріп аламыз. Табаның жұқалығына, қалыңдығына байланысты қандай болып шығатыны, менікі жұқа, сондықтан бұжыр-бұжыр болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте тез жасалады. 5 минутта жасалады. Маған лайк басып, жазылып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар.